Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің химия пәні мұғалімі Көренбаева Бақтат Білдебай қызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы фосфор және оның қосылыстары. Сабақтың мақсаты фосфор атомының құрылысына сүйене отырып, қосылыстарының қасиеттерін, алыну әдістерін оқып үйрену. Бұдан күтілетін нәтиже білім алушылар фосфор және оның қосылыстарының қасиеттерін меңгеруі қажет. Біз бұл сабақта фосфордың атомының құрылысымен, алыну әдістерімен, қосылыстарымен, сол қосылыстарының қасиеттерімен және табиғатта кездесетін өкілдерімен танысамыз. Бірінші, фосфор атомының Менделеев кестесіндегі орны және атомының құрылысы. Фосфор Дмитрий Иванович Менделеев кестесінде 3-ші периодта, 3-ші қатарда, 5-ші топтың А негізгі топшасында орналасқан. Реттік саны 15, салыстырмалы атомдық массасы 31. Фосфордың 15 электроны, 15 протоны бар. Нейтрон санын есептеу үшін салыстырмалы атомдық массасы 31-ден реттік санын азайтамыз. 31-ден 15-ті азайтсақ, 16-сы қалады, яғни 16 нейтроны бар. Фосфор 3-ші периодта орналасқандықтан, оның 3 қабаты бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 5 электрон орналасқан. Электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Яғни фосфорда соңғы үшінші қабатта 2s электроны, 3p электроны бар. Сондықтан да фосфор өзінің қосылыстарында -3, +5, +3 тотығы дәрежелерін көрсетеді. Табиғатта кездесуі. Фосфор белсенді элемент болғандықтан, табиғатта көбінесе қосылыс түрінде кездеседі. Фосфорит және фторапатит түрінде оңтүстік Қазақстанда Аят және Лисаковский кен орындары мен Қаратау, Ақтөбе облысындағы кен орындарын айтуға болады. Фосфор осы қосылыстарынан қалай аламыз? Алынуы. Бос күйіндегі фосфорды алу үшін табиғи фосфатты электр пешінде кремнийдің диоксиді мен көмірді қосып 1500 градуста қыздырады. Бөлінген фосфордың буын су астында ақ фосфор түрінде бөліп алады. Бұл кезде кальций фосфаты кремний оксиді мен көмірдің қатысында әрекеттесіп, кальций силикатын көміртегі моноксиді мен фосфорды түзеді. Фосфордың 3 аллотропиялық түр өзгерісі бар. Аллотропиялық түр өзгеріс дегеніміз не? Бір элементтің бірнеше жай зат түзе алу қабілеті. Ақ фосфор, қызыл фосфор, қара фосфор. Физикалық қасиеттері. Ақ фосфор. Ақ фосфор ақ түсті кристалды, тығыздығы 1,183 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең, қараңғыда жарқырайды. Кәдімгі жағдайда 30-40 градус температурада ауадағы оттекпен тотығады. Тез оталғыш, суда ерімейді, тек күкірт көміртекте ғана ериді. Өте қауіпті улы зат. Қызыл фосфор аморфты зат, кристалды емес. Ауадағы оттекпен 260 градус Цельсияда тотығады. Суда күкірт көміртекте де ерімейді. Ақ фосфордан айырмашылығы қараңғыда жарқырамайды, отқа қауіпті емес, яғни тез тұтанбайды, улы емес. Келесі химиялық қасиеттері. Фосфор оттекте жанып, пентаоксид түзеді.
фосфор сонымен бірге хлормен әрекеттесіп, фосфор 3 хлоридін түзеді. Фосфор сутекпен тікелей әрекеттесіп, фосфин түзеді. Сонымен қатар, бейметалдардан басқа металдармен әрекеттесіп, фосфид тұз түзеді. Мысалы, кальций фосформен әрекеттесіп, кальций фосфидін түзсе, натрий фосформен әрекеттесіп, натрий фосфидін түзеді. Тек қана фосфор жай заттармен ғана емес, күрделі заттармен де әрекеттеседі. Мысалы, калий хлораты немесе бертолле тұзымен фосфор әрекеттесіп, фосфор оксидін және калий хлоридін түзеді. Калий хлораты мен фосфорды үйкеліске түскен уақытта тұтанады. Сондықтан да бұл реакцияны сіріңке өндірісінде кеңінен қолданылады. Фосфор оксидтері. Фосфор пентаоксиді. Фосфор пентаоксиді сумен әрекеттесіп, метафосфор қышқылын, дифосфор қышқылын, сонымен бірге ортафосфор қышқылын түзеді. Алынуы. Бірінші зертханада алынуы. Фосфорды, яғни зертханада қызыл фосфорды темір қасыққа салып, спиртжанда қыздырамыз. Фосфор біраз уақыт қызғаннан кейін түтінденіп жана бастайды. Бұл түзілген түтін фосфор оксиді. Осы фосфор оксидін колбаға жинап, су тамызып, шайқайтын болсақ, фосфор қышқылы түзіледі. Келесі, өнеркәсіпте алынуы. Өнеркәсіпте алу үшін кальций фосфатын күкірт қышқылымен әрекеттестірген кезде кальций фосфаты және ортафосфор қышқылы түзіледі. Ортафосфор қышқылының химиялық қасиеті. Ортафосфор қышқылы басқа қышқылдар сияқты негізбен, негіздік оксидпен, тұздармен әрекеттеседі. Мысалы, ортафосфор қышқылы кальций оксидімен әрекеттесіп, кальций ортафосфатын және суды түзеді. Бұл кезде қандай реакция жүреді балалар? Алмасу реакциясы. Сонымен қатар, ортафосфор қышқылы кальций фосфатымен әрекеттесіп, кальций пирофосфатын түзеді. Келесі, фосфордың қолданылуы. Фосфор және оның қосылыстары, фосфор оксиді, фосфор қышқылдары, пиротехникалық құралдар өндірісінде, сіріңке жасауда, металлургия өнеркәсібінде, дәрі-дәрмек жасауда, химия өнеркәсіптерінде, органикалық заттарды синтездеу үшін, сонымен қатар газ тектес және сұйық заттардың құрғатқыштары ретінде, тыңайтқыштар өндірісінде кеңінен қолданылады. Қорытынды. Фосфор П элементі бейметал -3 +3 +5 тотығу дәрежелерін көрсетеді. Фосфор 3 түрлі аллотропиялық түрде болады. Ақ, қызыл, қара. Фосфор 3 және 5 оксидтері қышқылдық сипатта болады. Фосфор қышқылы мен оның тұздары тыңайтқыш және синтетикалық жуғыш заттар өндірісінде қолданылады. Фосфор өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігінде өте маңызды рөл атқарады. Тапсырмалар. Балалар, есептер шығару. Яғни, бұнда сіздерге сандық есептердің мәтіндері берілген.
Келесі тапсырма. Сәйкестендір. Яғни бұл тапсырмада формулалар берілген және қарсы бетінде осы формулалардың аттары жазылған. Осы аттар мен формулаларды сәйкестендіріп бағдарша бойынша көрсетеміз. Келесі тапсырма. Вен диаграммасын сызу. Ақ фосфор мен қызыл фосфордың қасиеттерін салыстыра отырып, олардың ортақ қасиеті мен өзіне тән ерекше қасиеттерін толтыру керек. Ұсынылатын қосымша ресурстарға сілтемелер көмегімен қосымша теориялық мәліметтермен танысуға және тапсырмалар орындауға болады.